Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге потайной замоктың қалай тігілу керектігін үйрететін боламын. Ол осындай, дәл осындай болады. Сіздерге анық көріну үшін мен осылай жақындатып көрсетіп жатырмын. Бізге потайной замок орнату үшін міндетті түрде осындай лапка қажет болады. Жақындатып көрсетейін. Асты осындай дөңес болады. Бұл потайной замокты жастықтың тұсына, көйлектердің жиегіне орнатсаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей дәл жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде өте әдемі шығады. Ал кеттік. Мен екі матовый белюрдің ортасына орналастырып сіздерге көрсетейін дедім. Мен 80 сантиметрлік потайной замокты алдым. Дәл ортасына орналастырып, инемен бірінші бір жағын бекітіп аламын. Инемен бекітпес бұрын замоктың шетімен тігіп жатқан матамыздың шетінің дәл бір-біріне сәйкес келуін қадағалап, инені қадап аламыз. 3-4 ине қадап алсаңыздар дұрыс болады. Ал енді тігуімізді бастайық. Тікпес бұрын лапкамыздың жүрісін дұрыстап аламыз. Менде А деген түзу тігіс, Б қиғаш тігіс. Дәл осылай өзгертіп аласыздар, сол кезде инеңіздің жиегі қиғаш тігетін болады. Енді тігуге кірісейік. Бірінші черновой тігеміз. Потайной замокты матаға бекітіп алу үшін. Дәл осындай түзу бір тегіс шығады. Ендігі лапкамызды замок тігуге арналған лапкаға ауыстырып, екінші жағынан лапканың дөңес жеріне замоктың қиылысатын жерін қойып, шәл бекітіп аламыз. Потайной замоктың астын тартсаңыздар, ашылады. Сол ашылған жерінен тігіп шығасыздар. Сол кезде потайной замогымыз көрінбей тұрады. Артық жіптерін кесіп алып тастап отырыңыздар. Енді потайной замогымыздың екінші жағын тігеміз. Матамызды бірдей қылып, потайной замокты орнатып, инемен қадап аламыз. Сол кезде дәлме-дәл бірдей болып шығады. Бұл да бірінші жақ сияқты орнатылады. Дәл солай жасаңыздар. Потайной замок тігілген жерінде көрінбей тұрады. Дәл осындай болып тігіледі. Мен әртүрлі цветтен алдым, өйткені сіздерге анық көріну үшін. Көріп тұрғандарыңыздай потайной замок ар жағынан көрінбей тұр. Потайной замоктың екі жиегін тігеміз. Инемен бір-біріне беттестіріп тігіп шығамыз. Ішкі тігістен сәл шығыңқы қылып тігесіздер. Сол кезде ар жағынан көрінбей тұрады. Достар, менде осындай потайной замок шықты. Егер де менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, каналыма өтіп, лайк басып, комментария жазып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерді асыға күтемін. Сау болыңыздар.